кітап оқиық эстафетасының негізінде 11 сыныптарға Сайын Мұратбековтың «Жабайы алма» повесін оқуға ұсынылған болатын. Ендеше шығарманың мазмұнына шолу жасасақ. «Жабайы алма» повесі соғыс жылдарындағы ауыл өмірі, ауыр тұрмыс, қажырлы еңбек, адамгершілік пен адалдықты сөз ететін шығарма. Сұрапыл соғыс жылдарындағы қабырғасы қайысқан балалық шақтың ауыр тіршілігі қаз қалпында суреттеледі. Повестің түйіні жақсыны үйренуге, жаманнан жиренуге үндейді. Қазақ әдебиетіне өткен ғасырдың 60-шы жылдары келген Сайын Мұратбековтың шығармашылығы адам, таным, қоғам үштігін паш етуге күш салады. Адам баласының болашағы, балалық шақтың алтын елестерін оқырман көз алдына келеді. Жазушы оқиға барысында Көкінай атты итті образдау арқылы соғыс кезінде жауға аттанған әрбір шаңырақтың сағыныш сезімін, төзімін Көкінай образымен қызық та қатаң сюжеттермен суреттейді. Повестің басты кейіпкерлері Қанат, Тоқтар, Нәзира, Әжібектер бір-бірімен жеңе алмай келе жатқан махаббат пен зұлымдық, мейірімділік пен жауыздық, адалдық пен надандық суреттеледі. Бірге кітап оқиық эстафетасын 10-шы сынып оқушыларына жолдаймыз.